Сәлем достар, бүгін мен сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді булочканың оңай жасалу жолын көрсетемін. Менімен бірге басқа да түрлі тағамдарды жасап үйренгіңіз келсе, каналымызға тіркеліп, қоңырау жаны басуды ұмытпаңыз. Құрамы толық описаниеде көрсетілген. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып алып, бөлме температурасында сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Содан соң қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырып, үстінен дрожж бен бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, електен өткізіп саламыз. Осылайша жұмсақ әрі қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен бір ас қасық сұйық майымызды салып, жақсылап илеп, бетін жауып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін өзіңіз қалаған форма жасасаңыз болады. Мен осылайша ұсақ бөліктерге бөліп 4 түрлі форма жасадым. Салмасына вареная сгущенка пайдаландым. Сіз өз қалауыңызша пайдалансаңыз болады. Рогаликиді дайындау үшін осылайша сопақша жайып аламыз. Салмамызды салып, ашылып кетпеу үшін бетін жауып жабыстырып аламыз. Пышақтың көмегімен осылай кесіп аламыз. Орап, қайырып қоямыз. Келесі осылай 4 бөлікке кесіп, ортасына салмамызды салып, видеодағындай орайсыз. Гүл тәріздес болып шығады. Келесі қамырымызды жайып, ортасына май жағып, қант сеуіп, және де мак сепсеңіз де болады. Орап, осылай ортасынан бөліп, жүрекше пішін жасаймыз. Келесі қамырымызды домалақ етіп жайып, 7 бөлікке бөлеміз. 6 үлкен бөлік және 1 кішкене бөлік. Содан соң видеодағындай 2 шеткі үлкен бөлікті біріктіріп, ортаңғы бөлігін бетіне қоямыз. Және де 1 кішкене бөлікті ортасына орап қоямыз. Солайша формамыз дайын болады. Дайын болған булочкаларымызда жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүт қойып, араластырып. Дайын болғаннан кейін 180 градусқа 30 минутқа пісіріп аламыз. Осындай жұмсақ әрі дәмді булочка дайын.